5 тамыз күні бауырымыз Асу Алмабаев өзінің UFC'дегі алғашқы жекпе-жегін өткізеді. 17-де 2 рекордына ие Асу көбісінің және де біздің ойымызша аса жеңіл салмақтың чемпиондығына қол жеткізе алатын батырымыз. Өткен аптада тағы да бір бауырымыз Азат Мақсым UFC'дегі алғашқы жекпе-жегін өткізіп, жеңіске жетіп, кәсіпқой рекордын 17-0-ге дейін жеткізген еді. Сол жекпе-жек жайлы біз толығымен талдау жасап едік. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Қазақстанның ең үздік жауынгерлерінің бірі Асу Алмабаев UFC'дегі алғашқы жекпе-жегінде тәжірибелі американдық Оди Осборнмен кездеседі. Сондықтан бүгін біз осы жекпе-жекті толығымен талдап, екі жауынгердің мықты және нашар жақтарын айтып кетеміз. Бұл видео таза біздің өзіміздің пікіріміз бойынша, яғни субъективті түрде жасалынған. Егер де біздің айтқанымызбен келіспесеңіздер, комментарийге өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Асудың толық мансабы жайлы біз арнайы видеомызда айтып кеткен болатынбыз. Кіріп танысып кетсеңіздер болады. Жекпе-жек жарияланбай тұрып, Асу сәуір айында UFC-мен келісімшартқа қол қойған еді. Өзінің және де менеджерлерінің айтуы бойынша Асуға 4 түрлі қарсыласты ұсынған екен. Бірінші және де 15 шілде күндері өткен UFC турнирлеріне ілігіп кетуге болатын еді. Сонымен қатар Асу рейтингте 9-шы орында орналасқан Манель Капамен кездесуі мүмкін еді. Алайда бұның орнына Асу тәжірибелі әрі жақсы соққыларға ие Оди Осборнмен кездесетін болды. Осыдан соң мыңдаған қазақ бауырларымыз Осборнның инстаграмын қанын шығарып тастаған еді. Оди Осборн 31 жастағы ямайкалық жауынгер. Кәсіпқой мансабындағы рекорды 12-де 5-ті құрайды. Ямайкалық жауынгер Кингстон қаласына дүниеге келіп, 7 жасында анасымен Америкаға көшіп, сол жерде өсіп дамыған. Мектеп кезінде американдық футболмен айналысып, кейін күреске елігіп жекпе-жекке көшеді. Содан күрестен Флорида штатының 3 дүркін чемпионы атанған. Кейін жоғарғы оқу орнына спорттық грантқа, яғни стипендияға қол жеткізгенімен, күрестен кәсіпқой мансапқа жете алмады. Содан MMA жауынгерлеріне күрес бапкері ретінде жұмыс жасап, толығымен аралас жекпе-жекке ауысқан. 2015 жылы 23 жасында Оди Осборн кәсіпқой мансабын басып, жергілікті промоушендерде өзін жақсы көрсетіп, Дана Уайттың үміткерлер сайысында жеңіске жетіп, UFC-мен келісімшартқа қол қойды. Алайда UFC-де бірден Брайан Келлихерден жеңіліс тапты. Кейін бауырымыз Жалғас Жұмағұловтан жеңіліп қалған Жером Ривераны нокаутпен ұтқан. Содан Жалғас секілді Манель Кападан нокаутпен жеңіліп қалды. Кейін Оди қатарынан 2 жекпе-жекте жеңіске жетті. Содан соң біраз уақыт бұрын бауырымыз Азат Мақсымнан жеңіліс тапқан Тайсон Немнен нокаутпен жеңілген. Соңғы жекпе-жегінде Оди Осборн Чарльз Джонсонды төрешілердің шешімімен жеңіп шықты. Бұндай тұрақтылығы жоқ жауынгер Асуға қарсы дым жасай алмайды деп ойлаймын. Себебі қандай да бір базасы жоқ Осборн әмбебап Асуды тек кездейсоқ соққымен, яғни лаки панчпен ғана жеңіп қалуы мүмкін. Алайда бұл соққының өтуі үшін біршама жұмыс жасалуы керек. Сондықтан Осборн бұл жекпе-жекте уақытынан ерте жеңіліс табады деп ойлаймын. Асуға көшейік. Батырымыз жекпе-жек басталмас бұрын көктемнің соңы жаздың басында бүкіл Дартим командасымен Солтүстік Осетияға барып, Олимпиада чемпиондарымен күресін дәріптеген болатын. Соңғы жекпе-жектерінің бәрінде Асу доминантты түрде төбелесіп, қарсыластарын төменгі сатыда сабмишнмен жеңіп жүрді. Сондықтан осы жекпе-жекте дәл сондай сценарийде өтуі мүмкін. Осборнның жауынгерлік мансабы күрестен басталғанымен Асудың деңгейінен біраз есе төмен. Джиу-джитсудан күлгірт белбеуі болғанымен де Асудың деңгейіне әлдеқайда төмен. Бұған дейін Асуға рейтингтегі қарсыласты қойғанына қарағанда UFC матчмейкерлері біздің батырымызға сенім артып отыр. Сол үшін бұл жекпе-жекті Асуға тексеріс сетінде беріп отырған секілді. Дәл қазір Асу Америкада тағы да бір батырымыз Шавкат Рахмонов жаттығатын Kill Cliff залында жекпе-жекке дайындалып жатыр. Және де сол залдағы күресті дәріптейтін қандасымыз Саид Сапаров бапкер ретінде жұмыс жасайды. Сондықтан күреспен көзге түсіп, бірден сабмишнге қол жеткізуі мүмкін. Сол үшін сөзсіз бауырымыздың жеңісін тілейміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.